Жоқ, мен бірінші келдім. Мағжан, сен менен кейін келдің ғой. Жарайды, онда былай келсейік. Біз қазір ұзындыққа секіреміз. Кім ұзағырақ секіреді, сол жеңіске жетеді. Жақсы, келісемін. Ал егер ұтылып қалған адам кеудесін жерден 10 рет көтеріп түседі. Жақсы, ал кім бастайды? Бірге бастайық. 1, 2, 3. Алақай, айттым ғой мен жеңем деп. Ал енді арна тапсырманы орында. Қандай? Міне осылай жерден 10 рет көтеріліп түсуің керек. Мағжан, бұл қиын ғой, оңайрағын берші. Шартты енді орындау керек қой. Жарайды, енді мен жігітпін ғой, сенің орныңа мен жасай салайын. Ал сен санап тұр. Жақсы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсың, Мағжан, үйде спортпен айналысатының көрініп тұр. Ал маған осылай таңертең жаттығу жасаған қатты ұнайды. Саған ше? Маған да. Ендеше бүгінгі бағдарламамызды спорт тақырыбына арнасақ қайтеді, Мағжан, қалай қарайсың? О, жақсы идея. Спорт ол менің сүйікті тақырыбым ғой. Ендеше бұл туралы көрермендерімізге де айтайық, олар да бізге көмектессін. Келістік, ендеше бағдарламамызды бастайық. Сәлем, Таңжарықтың көрермендері. Сәлем, біздің сүйікті достар. Біз өздеріңмен жексенбінің таңында қайта қауыштық. Достар, біз бүгінгі бағдарламаны спорт тақырыбына арнаймыз. Секіртпемен секіріп, доппен де ойнаймыз. Сондықтан біздің арнамен бірге болыңдар, достар. Спортпен шұғылданған жақсы, я Мағжан, бойың сергіп, өзіңді күшті сезінесің. Я, әсіресе демалыс күні таңмен тұрып, жүгіріп, жаттығу жасағанымыз қандай жақсы болды. Я, бүгін 6 қазан, жексенбі, қызық. Бүгін спорт тақырыбында әңгіме айтып тұрмыз. Ал әлем елдерінде бүгін қандай мерекелер болып жатыр екен? Қазір күнтізбеден көз салып көрейік, мүмкін жауабын тауып қалармыз. 6 қазан дүниежүзілік табиғи ортаны қорғау күні. 1979 жылы Еуропада жабайы фауна мен флораны, жануарлар жайлаған табиғи ортаны қорғау туралы конвенция қабылданды. Қызық екен, демек, бүгін жалпы адамзат үшін маңызды күн ғой. Егер адамдар жан-жануарды себепсіз аулап, табиғатты ластамаса, жер ана ештеңеден зардап шекпейді ғой. Я, дұрыс айтасың, Арнат. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, оны айтуға табиғаттың тілі жоқ деген рас қой. Ал мен саны азайып бара жатқан жануарлар туралы көп білгім келеді. Мысалы, ақбөкен. Біздің достарымыз сол тақырыпта сюжет дайындапты. Ендеше, достар, экранға назар салайық. Достар, сендер азайып бара жатқан жануарлар туралы білесіңдер ме? Иә, олар ерекше қорғауды қажет етеді. Соның бірі ақбөкен. Ол қойға ұқсас, дөңес тұмсықты. Бөкендер туысына жататын түз жануары. Олардың түгінің түсі күздің соңы мен қыс мезгілдеріне ақшыл түске өзгеретіндіктен жергілікті тұрғындар оларды ақ бөкен деп атаған. Ал жаз бен күз айларында түгі сырғыш, қызғылт түске ауысатындықтан жезиек деп те атайды. Ақбөкендер Монғолияда, Қалмақ даласы мен Қазақстанда ғана сақталған. Еліміздің Бетпақдала, Арыс, Үстір және Еділ жайық аймағында кездеседі. Ақбөкендер шөлейтті және далалық аймақтарда тіршілік етуге бейімделген. Текесінің мүйізі қайқылау келеді. Ешкісінде мүйіз болмайды. Құралай, ақбөкен лағының атауы. Олар ешқашан жетім қалған лақтарын далаға тастамайды. Далада келе жатқан кез келген киік жолынан маңырап шыққан құралайды кездестіре қалса, жанына барып емізіп, өзімен ертіп кетеді. Киіктің лағы 2-3 күннің ішінде отығып кетеді. Алғашында ол көзіне түскен шөпті қармайды. Бір аптадан соң ғана шөптің дәмін алып, таңдап жеуге көшеді.
Жас туған киіктер лақтарын 10-15 күндей суат басына апармайды. Оларды алысқа тастап, тек өздері ғана келеді. Қазақ халқының ұғымында бұл жануар түз даланың киелі аңы саналады. Ақбөкеннің мүйізінің дәрілік қасиеті бар. Сол себепті оны көп аулап, саны азайып кеткен. Қазақстанда 1921 жылы ақбөкенді аулауға тыйым салынып, 2006 жылы қызыл кітапқа енгізілді. Елімізде қандай жануарлардың азайып бара жатқанын біліп жүрейік, достар. Шынымен қызыл сюжет екен, Арнат. Сен өзіңе қажет ақпараттарды алдың ба? Иә, әрине. Айтпақшы, Мағжан, мен секіртпектерде секірмегеніме көп болды. Мүмкін екеуміз бірге жарысып көрерміз. Иә, бірақ мен қыздармен секіртпеме секіріп жарысып көрмеппін. Қалай болады екен? Жарыспасаң, бүгін бағыңды сынап көр. Жеңіліп қалсаң, 10 мәрте отырып тұруың керек. Жарайды. Ал кеттік, бастайық. Сен санап тұр. Мен секірем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Мен олай секіре алмайтын сияқтымын. Жарайды, мен көрейін секіріп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ой, Сонымен, Мағжан, сен отылдың. Енді 10 мәрте отырып тұр. Ал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсың. Арнат, ойын қызық екен, таңертең жаттығу жасамап едім. Жақсы болды ғой. Жоқ, Мағжан, бұлай болмайды. Әр таң сайын дене қимылдарын жасауды ұмытпау керек қой. Жарайды, Арнат, ендеше таңғы жаттығу айдарына кезек берейік. Ал достар, сендер де Мағжан сияқты әлі жаттығу жасап үлгермесеңдер, бізбен бірге қайталасаңдар болады. Қайырлы таң, балалар! Біздің денсаулығымыз баға жетпес асыл дүние. Сондықтан да кішкентай кезімізден бастап біз деніміз сау болу үшін жұмыс жасау керекпіз. Солай емес пе, балақайлар? Бәрекелді. Осылай болса, бүгінгі күнімізді, бүгінгі демалысымыз сәтті өту үшін таңғы жаттығуды бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар, балақайлар. Кәнекей, қолымызды белімізге қоямыз, басымызды үстіне және төменге көтереміз. Кәнекей, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кәнекей, 1, 2, 3, 4, 5. Ал келесі қимылда қолымызды созамыз да жұдырығымызды көрсетеміз. Кәнекей, білезікпен жұмыс жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, екінші қалыпта 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Дәл солай осы білезігімізді кәнекей сілтеме. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Созамыз қолды. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ал енді кәнекей балақайлар, қолымызды созамыз. Бірге 1, 2, 3, 4. Ішке, сыртқа 1, 2, 3, 4. Тағы да алдына 1, 2. Созамыз. 3, 4. Екінші қалыпта 1, 2, 3, 4. Дәл осы қимылда қолымызды кәнекей үлкен шар жасақшы. Кәнекей ашыламыз. 1, 2. Созыламыз. 3. Созыламыз. 4. Кәнекей тағы да 1. Ашыламыз. 2, 3, 4. Бәрекелді балақайлар. Келесі қимылға көшеміз. Қолымызды, сол қолымызды шығарамыз да оң жаққа еңкейеміз. Кәнекей 1, 2, 4 рет, 3, 4. Дәл осылай оң қолымыздан сол жаққа еңкейеміз. 1,
2, 3, 4. Sozamız. Kani қолымызды sozamız. 1, 2, 3, 4. Және оң жақпен кәнекей 1, 2, 3, 4. Бәрекелді балақайлар. Ал енді келесі қимылда аяғымызды кезекпен кезек көтереміз. Кәнекей 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Кәні 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ал балалар, келесі қимылда аяғымызды ашып, екі қолымызды екі жаққа созамыз. Кәнекей сол қолымызбен оң аяққа және оң қолымызбен сол аяққа елеміз. Кәнекей 1, тік ұстаймыз денемізді. 2, тік ұстаймыз денемізді. 3, 4, жалғастырамыз. 1, 2, 3, 4. 5 телекөрермендер бізбен қалыспай жасаңдар. 7, 8. Жарайсыңдар. 1, 2, 3, 4. Бәрекелді. Балалар, біздің бақытымыздың 10-нан 9-ы осы денсаулыққа байланысты екен. Олай болса, күнде бізбен бірге таңғы жаттығуды жасап жүріңдер. Сонда бақытты өмір сүресіздер. Ал біз сендермен бүгінше қоштасамыз. Келесі кездескенше қош сау болыңдар. Арнат-ау саған, сен өзің айтып едің ғой, мен қонжықты қатты ұнатамын деп. Рахмет, Мағжан, сен өте жақсы досың. Мағжан, мен бұл қонжықты біздің қазір келетін қонағымыздың қасына қойып қоямын. Өйткені біздің бүгінгі қонағымыз осы қонжық сияқты сүйкімді. Біздің қонағымыз кім болды екен? Оның есімі Диляра, ол өте талантты қыз. Диляра өзі кішкентай болса да топтық бидің мүшесі. Әрі Абай, Мұқағали аталарымыздың өлеңдерінен үзінді айтып бере алады. Ендеше тезірек Таңжарықтың қонағымен танысайық. Айбек қызы Диляра 4 жаста, 3 жасынан бастап биге қатысады. Топтық биден бала шабыты байқауының 1-ші орын жүлдегері. Қазақ ақындарының өлең шумақтарын жатқа біледі. Ендеше Таңжарықтың қонағын студиямызға шақырайық. Бүгінгі біздің қонағымыз Диляра. Диляра, студиямызға қош келдің, қалың қалай? Сәлем, Диляра. Көңіл күйің қалай? Отыра ғой. Сені әдемі қонжықтың қасына отырғызып қояйық. Диляра, біздің студиямызға қош келдің. Біз сені Таңжарықтың төрінде қарсы алғанымызға өте қуаныштымыз. Көңіл күйің қалай, Диляра? Жақсы. Диляра, сен би үйірмесіне барады екенсің. Ал енді бізге айтшы, сен қандай би түрін ұнатасың? Ошақтар. Абай, Мұқағали аталарымыздың өлеңін неше жастан бастап оқып бастадың? 2. 3 жастан. Ал өскенде кім болғың келеді? Апай. Мұғалім болғың келеді, я? Армандарыңа жете бер. Абай, Мұқағали аталарымыздың қандай өлеңдерін білесің? Көп өлең. Жақсы. Бір өлеңін айтып бере аласың ба? Я. Айтып бере ғой. Ашын баш болма әліге, өне баш болсан арқалан. Сенде бір көпір дүниеге жетіңдапты бар қалан. Қаратына қол жұғытаван, қасқанғанына туғанға. Әдірет шығып қаз кімде бар, жол жараса туғанға. Ашын баш болма әліге, өне баш болсан арқалан. Сенде бір көпір дүниеге жетіңдапты бар қалан. Жарайсың, өнерің өрге жүзсін. Өлең оқисың, би билейсің, тағы қандай өнерлерің бар? Бастарин, гүл жасаймыз. Қандай керемет. Өзіңдей сүйкімді әрі талапты достарымызбен танысқанымызға қуаныштымыз. Рахмет. Диляра, маған қызық болып тұр. Сенің мойныңдағы медальдар қайдан алынған медальдар? Биден алдым. Керемет. Диляра, сенің көйлегің әдемі екен. Көйлекті саған кім алып берді?
Папам. Диляра, сенің достарың көп пе? Я. Қандай керемет. Диляра, сенің шашың да әдемі екен. Рахмет. Саған шашыңды кім өріп берді? Мамам. Қандай әдемі. Диляра, сен қандай ойыншықтармен ойнайсың? Аю. О, Диляра, сенің қасыңда үлкен аю отыр, сен білесің бе? Я. Ол саған ұнай ма? Керемет. Диляра, сен достарыңнан қандай сыйлық алғың келеді? Ойыншық. Ойыншық, керемет. Диляра, сен жарыстарға барған кезде саған қиындық етпеді ме? Кішкене қайып берді. Жақсы. Ал сен биге қанша жасыңнан бастап бардың? 3 3 жасыңнан ба? Керемет. Ой, бауыр, зыры жерік, жуағадан суақты, қан, қаш кетті, жер қарайды, жас кетті. Жекі дейді көкмаша, жерін дейді майжаша. Ауың қыстаудан, анаппайым қой саған, қош ұясын үзеді, тайымдаған мүжеді. Нерінді қырқыпты, ерінді кірітіпті. Ой, бауыр, ойнақтан көрек, қош басынан милерік. Жарайсың. Ал сен Мұқағали Мақатаевтың қандай өлеңін білесің? Бүгін менің туған күн обай, мына түтінмеге жатып төремай, өрті жасап билер едім орыма, Құдайдың бір жарпай қойғанай. Жарайсың. Өзің кішкентай болсаң да көп өлең біледі екенсің. Диляра, бүгінгі біздің тақырыбымыз спорт жайлы. Ал сен қандай спорттық би білесің? Спорт биі. Спорт биі, жақсы. Біздің көрермендерімізге арнап би билеп бересің бе? Олай болса, кезек өзіңде. Спорт, спорт, спорт. Спорт, спорт, спорт. Спорт, спорт, спорт. Спорт, спорт, спорт. Елім барда ерлік бар, мақтанатын. Ерлік барда намыс бар, сақталатын. Намыс барда жеңіс бар, жетелейтін. Жеңіс барда елім бар, еркелейтін. Биікке болған самғайды, елімнің жас арманы. Намысын елдің қорғайды, бейбіт күн батырлары. Спорт, 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 ерліктің алаңы. Спорт, 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 ер жүрек жалауы. Спорт, 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 жастардың қалауы. Спорт, 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 жеңістің алауы. Халқым барда салтым бар, сақтап келген. Салтым барда елім бар, жақтап келген. Елім үшін ерлер бар, қорған болған. Ерлер барда адаспас, арман жолдан. Биікке болған самғайды, елімнің жас арманы. Намысын елдің қорғайды, бейбіт күн батырлары. Спорт, 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 ерліктің алаңы. Спорт, 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 ер жүрек жалауы. Спорт, 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 жастардың қалауы. Спорт, 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 жеңістің алауы, ерліктің алаңы. Жарайсың, өнерің өрге жүзсің, өзің талантты қыз екенсің. Рахмет. Қандай керемет би. Бізге келіп қонақ болғаныңа көп рахмет. Біздің алғысымыз шексіз. Бізге келіп би де билеп бердің, өнеріңді де көрсеттің. Көп рахмет саған. Өзің де сүйкімді әрі өнерлі досымызбен танысқанымызға өте қуаныштымыз. Сау болыңдар.
Арнат, біз бірге волейбол ойнайықшы? Жай ғана доппен ойнап тұрамыз ба? Мүмкін бір-бірімізге жұмбақ айтармыз. Жарайды, ендеше бастайдық. Тей десем тимейді, тиме десем тиеді. Бұл ерін ғой. Ал дұрыс енді таптың. мен айтайын. Жылт-жылт еткен, жүгіріп өткен бұл не? Бұл су ғой. Жарайсың, дұрыс таптың. Қабат-қабат қаптама, ақылың болса аттама. Бұл әрине кітап қой. Дұрыс таптың. Белі бүкір, алысқа түкір. Бұл не? Бұл мылтық қой. Жарайсың, дұрыс таптың. Бұл қызық екен, бірақ бұл жұмбақтарға үлкендер қалай жауап береді екен? Достар, олай болса кезекті ойлантып айдарына берейік. Қане біз ойынымызды жалғастыра берейік. Үй үстінде ұсақ тас. Үстінде ұсақтас, жұлдыз. Жұлдыздар ма? Жұлдыз. Жұлдыз. Үй үстінде ма? Жұлдыз. Өнері жоқ, қолы жоқ, сурет салуды біледі. Сол қатты даладағы аяз деп ойлаймын. Қырау. Қырау? Аяз. Қырау? Қырау. Өнері жоқ, қолы жоқ. Компьютер емес. Отқа жанбас, суға батпас. Мұз ол. Мұз. 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 Балық. Ұмытып қалыппын. Шеңберленіп өседі, желмен бірге көшеді. Ол қаңбақ. Арам шөп емес па? Білмеймін. Білмеймін. Қаңбақ. Андай қаңбақ бар ма? Қаңбақ? Онға онды қоссам он болады. Оннан онды алсам ол қалады. Онға он. Он. Қолғап. Қолғап. Қолғап? Онға он қоса. 20. Қолғап. Бірде орақ, бірде доп. Бірде бар да, бірде жоқ. Толған ай. Айдың жартысы сосын толған айы. Ай. Көлеңке ма? Ай бірдің деймін. Ай шығар. Әкесі тышқан, шешесі құстан. Күндіз ұйықтап, түнде ұшқан. Жарғанат деген құс ол. Жарғанат. Жарғанат, иә. Жарғанат? Жарғанат. Жарғанат. Арнат, сен не істеп жүрсің? Дәмдәлем айдарына алмай бананды жуып отырмын. Мен де саған көмектесейші? Олай болса, мынау бананды ашуға көмектесші. Жарайды. Бүгін дәмдәлемге қандай салат жасайды екен? Бүгін дәмдәлем айдарында Оразбай аға жемістерден салат істейді екен. Ой, қандай тамаша, мен оны тезірек көргім келіп тұр. Олай болса, достар, дәмдәлем айдарына кезек берейік. Қайырлы таң достар, дәмді әлем айдарында бүгін өздерімен бірге қауыннан жасалатын салаттың түрін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге кішкене қауын керек болады, алма және осындай сап-сары әп-әдемі банан керек болады. Оған қоса осындай кішкене тамаша дәрумендерге толы йогурт қажет болады. Ең әуелі біз осындай иісі мүңкіген, тамаша, сап-сары болып піскен қауыннан бастайтын боламыз. Достар, білесіңдер ма, әдеттегідей бүгін мен сендерге қауын туралы қызықты мәліметтермен бөлісетін боламын. Қауынды кезінде біз жеміс деп ойлайтынбыз, бірақ бұл асқабақтар тұқымдастығына жатады екен. Оның құрамында 70-80% су бар. Ал осы қауынның ең үлкен түрі Австриядан табылған. Оның салмағы 200 килограммға дейін жеткен екен. Қызық па, балалар? Ал осылай қауынды тіліктеп турап аламын, достар. Неке, маған керегі 3 қана тілік. Мен кішкентай кезімде тамақ жасауды мүлдем білметінмін. Өйткені анам маған күнделікті тамағымды дайындап, заттарымды жинап, осылай мектепке аттандыратын. Бір күні
анам жұмысқа аттанып кетті, содан кейін қарным ашқандықтан не жасарымды білмей, кешке шейін аш қалғаным бар. Сондықтан анама бардым да, апау, маған тамақ үйретіңізші, өйткені сіз жоқ кезде мен қарным қатты ашады дедім. Сондықтан маған ең бірінші ұстазым ол менің анам, яғни анам мені аспаздыққа үйреткен болатын. Сондықтан ана туралы бүгін тамаша әнмен салтымызды жасайық, иә? Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған, сен берген құстардың қанаты самғаған, балалық құштарым өзіңе арнаған. Әлдилеп аялап өсірген жемісің, самал жел саябақ, құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін, көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін, көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын. Ай, бәрекелді достар. Осылай мен тураған қауынымды тамаша көңіл күймен шыңғылдау отысымен жинай беремін. Қауынды осылай әдемілеп турап аламын. Ал енді кезекте бізде банан. Бананды біз көбінесе таңғы аста қолданамыз, ботқаға қосамыз. Сондықтан бананның құрамында да өте дәрумендер көп. Бананды жақсы көрмейтін бала жоқ шығар. Бірақ бананды біз секілді маймылдар да қатты жақсы көреді. Өйткені олар ағаштың ең ұшына шығып, өрмелеп тұрып, бананның дәмдісін іздеп тұрып тауып алады екен. Осылай турап аламыз. Мінекей. Көресің, осылай бананды дөңгелекше етіп турадым да, шұңғылдау отысыма салып отырамын. Ал келесі кезекте бізде алма. Достар, білесіңдер ма, осы алманың ішінен бұрын сыртындағы қабығында дәрумендер өте көп екен. Өйткені қабығындағы дәрумендердің көптігі соншалықты, оның ішіндегі өзінің негізі, яғни алманың өзінен де дәмдірек екен және де пайдалырақ екен. Сондықтан алманың қабығымен жеуге тырысыңыздар. Әрине міндетті түрде алманың сыртын жуып отырыңыздар. Сыртында көптеген микробтар болуы мүмкін. Сондықтан жуып, тазалап жеген дұрыс болады. Қандай да жемісті немесе қандай да бір затты тураған кезде пышақты қолданар алдында абай болғандарың дұрыс, өйткені қолдарыңды кесіп алуларың мүмкін. Осылай біз алманы да кесіп саламыз. Тамаша бізде салат пайда болайын деп тұр, өйткені бізде өңшең тәтті жемістерден дайындалатын салат. Ал осылай мен кішкене осындай қасықты аламын да, осындай йогуртты кезекпе-кезек салып отырамын. Өйткені йогурттың құрамында бифидобактериялар болады, ол сіздің асқазандарыңның жақсы жұмыс жасауына септігін тигізеді. Енді соңғы кезең бұл заттардың барлығын йогуртпен бірге әдемілеп араластыру ғана қалды. Мінекей достар, менде салатым дайын болды. Соңғы жағын. Біздің салат дайын болды, достар. Осы салаттың түрін таңертеңге, түскі астада, кешкі астада қолдансаңыздар болады. Осымен біз әдемі салатты жасап шықтық. Ас болсын, достар. Достар,
Айдар Оразбай аға керемет салат істеді. Маған дәмдәлем Айдар қатты ұнайды. Дұрыс айтасың, Арнат. Ал біздің арнамызда балаларға қызықты тосын сый дайындаудан жалыққан емес, түрлі анимациялық фильмдер, ерекше бағдарламалар, бәрі де біз үшін. Иә, расында да біздің арнада неше түрлі жобалар жүзеге асып жатыр. Соның бірі күлкі деген күнекей мультипликациялық жобасы. Ол жайында біздің достарымыз арнайы сюжет дайындапты. Иә, достар, бұл балапан арнасында жаңадан жарық көретін күлкі деген күнекей мультипликациялық сериалының үзіндісі. Шытырман комедия жанрындағы 10 сериядан тұратын бұл жоба қазан айынан бастап экранға жол тартады. Мультсериалдың режиссері Жәнібек Нұрбекұлы балаларға үлкен тосын сый дайындап қана қоймай, қазақ анимациясында жаңа қаһарман жасаумен айналысып жатқанын айтты. Жалпы сыртқы формасынан қарайтын болсақ, қазақ халық ертегілерінің қызықты ең бір тартымды ертегілерінен жинақталған сюжет болғанымен айтпақ ойы бүгінгі қоғамға да келеді. Яғни адамдар арасында күлкіңізден айырылмаңыз, мейірімділік болсын деген сол кішкентай бүлдіршіндеріміздің жүрегіне қазірден бастап мейірімділік, ізгілік деген нәрсені құйсақ деген ниетте жасалып жатқан жоба. Күлкі деген күнекей анимациялық телехикаясы қазақ және әлем классикалық ертегілерінің синтезі. Хикая желісінен жалын құз, алтын балық, бойы бір қарыз, сақалы 40 қарыз, алып кит, алтын балта сынды ертегілердің элементтерін көре аласыздар. Бас кейіпкердің күнекей деп аталуы да соның дәлелі. Ол қазақ қызының өң тұлғасынан сыр шертпек. Бұл мультсериалдың анимациясын жасау барысы да ерекше. Оған жаңа технологияның озық үлгілері қолданылып жатыр дейді жобаның техникалық директоры. Бізге концепт салып береді, концепт художниктер. Сосын бәрі қабылданғаннан кейін бізге береді, біз моделін жасаймыз. Мысалы, мына кейіпкерді, анарда екі кейіпкерді, мысалы, моделін жасаймыз. Моделі типозада болады. Сосын оған үстіне сүйек береміз. Адамда біз сүйекпен қозғаламыз. 3D кейіпкерде сүйектер болады. Сүйек арқылы қозғалады. Мысалы, қазір мен мына сүйек. Мына сүйек, мысалы, шашқа жауап береді. Мысалы, мына сүйек, қазір мен шашын қозғасам, шашына сүйегін қойсам, шашы да қозғалады деген сияқты. Адам қалай қозғалады, сол сияқты бұнда біз әр халықтың қозғалып сөйтіп анимациясын жасаймыз. Анимациялық телехикаяда Әпөк пен Жәпөк есімді қызық кейіпкерлер де бар. Ал енді мұнда балалар сіздер қараңыздар, мұнда Әпөк және де Жәпөк деген кейіпкер. Бұлардың атының айырмашылығы. Әпөк деп қарасақ, Әпөк ашық буын, яғни бұның бойы да өзі де ашық, үлкен көлемдегі кейіпкер. Жәпөк дегеніміз жабық буын, яғни бұның көлемі сондай кішкентай, сол себептен де аты Жәпөк деп келген шығар. Бәлкім солай қойылған болу керек. Ал мұндағы біздің жасап жатырған кейіпкеріміз бұл Әпөк. Әпөк, таныс болыңдар, балалар Әпөк. Ал мұнда бізде бұл жағымсыз кейіпкер. Бұның жаңағы 3D моделі, бұнда түспен көрсетілген. Әрине енді графикалық тұрғыда бұл қара мен ақ болып көріну керек балалар сендерге. Бірақ Құдай қаласа, бұл мультфильм шыққаннан кейін сіздер міндетті түрде толық нұсқасын және де түсті нұсқасын көруге толықтай мүмкіндіктеріңіз бар. Балапан телеарнасы, күлкі іздеген күнекей бізбен бірге. Шынымен қызық сюжет екен. Әпөк пен Жәпөк атты кейіпкер үшін мультсериалды асыға күтетін болдым ғой. Біздің арнамызда жасалып жатқан жобалар жайында көбірек білгім келеді. Иә, ол жобалар экраннан көру мен жұмыс барысын танысу мүлде бөлек дүние. Айтпақшы Мағжан, мен бірдеңкені ұмытып кетіппін.
Біздің достарымыз бізге хат жіберіпті, қарашы. Біздің сүйікті көрермендеріміз Құндызай, Алифа және де Мустафа балапан телеарнасын қатты жақсы көреді екен. Және де олар сурет салғанды жақсы көреді. Және де білесің бе, ең қызығы, олар бұл суретті бір жерге қарап салған жоқ. Олар өздерінің қиялдарымен салған. Міне достар, қараңдар. Ой, тамаша, ендеше әдемі туындыларын бәріміз тамашалап алайық. Шынымен әдемі суреттер екен, я достар. Сендер де біздің Инстаграм парақшамызға хат жолдасаңдар болады. Біздің арнамыздағы барлық жаңалықтарды содан біліп отырсаңдар да болады. Солай ғой, я Мағжан? Мағжан, не істеп отырсың? Қазір Арна, тоқта, қимылдамай тұр. Мен сенің суретіңді салып жатырмын. Менің портретімді? Ой, қандай күшті. Көрейінші? Мағжан, егер сен тағы кішкене тырыссаң, нағыз суретші болатын сияқтысың. Бірақ ештеңке етпейді. Өйткені сен суретті енді салып жатырсың ғой. Қазір біз жас суретшілерге арналған ақпараттарды керек кеңес айдарынан қарап көрейік. Ой, жақсы болды ғой, Арнат. Содан кейін сенің портретіңде әдемілеп салып беретін боламын. Рахмет. Қоңырау кезінде бос уақытты пайдаланып, мынандай қызық сурет салып шығарсаңдар болады. Әдемі сурет үшін қалам мен қарандаш та жеткілікті. Тек бояуға бейімділігің жоғары болса болды. Гүлдің осындай суретін салып көріп педіңдер. Меніңше бұл да бір ерекше әдіс. Өздігінен сурет салу қиынға соғып жатса, циркуль көмекке келеді. Оның көмегімен осындай әдемі бейнелер жасап шыға аласыңдар.
Достар, сендер сурет салған кезде мынадай әдістерді қолданып көрмегендеріңе сенімдімін. Назар салыңдаршы. Акварель, қағаз және су. Бұлар сурет үшін ең керек құралдар. Мағжан, сен неге дайындалып жатырсың? Мен дзюдоға қатысам, жарысқа дайындалып жатқанмын ғой. Қандай күшті. Мағжан, маған ең қиын қимылдарды көрсетші, маған қызық болып тұр. Ой, сен өзің өте өнерлі екенсің ғой. Және біздің студиямызға сен сияқты өнерлі достарымыз келіп тұр. Онда не тұрыс көңіл ашар айдарына кезек берейік. Don't act like you forgot. I called a shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well enough. Better have my yeah. Better have my money. Y'all should know me well enough. Better have my money. Please don't call me on my bluff. Pay me what you want me. Ballin' bigger than LeBron. Give me your money. Who y'all think y'all frontin' on? Like blah, blah, blah. It better have. It better have. It better have. It better have my money. My money. My money. Better have my money. My money. My money. Better have my money. My money. My money. Better have my money. It better have my money. Don't act like you forgot. Shawty, what? The dance that you're doing is dumb. How to do it where you from? Hey, sticking out your tongue, girl, but you know you're too young. A bunch of girls do it and the shit look fun. That's how they do it where we from. Hey, you know it don't start till 1. That's how they do it where they from. I'm sorry. The dance that you're doing is dumb. 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 Doing is. Shawty, what? How they do it where you from? Hey, the dance that you're doing is dumb. That's how they do it where we from. That's how they do it where they from. Shawty, what? The dance that you're doing is Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Whoa, oh, oh, oh. High music, high flows. Trying to roll me up. Don't act like you forgot. Don't act like you forgot. Don't act like you forgot. Better have. Бүгінгі біздің спорт тақырыбына арналған бағдарламамыз қызықты болды. Достар, біз өздеріңмен келесі сенбіге дейін қоштасамыз. Әрдайым спортпен айналысып, сергек жүріңдер. Таңдарыңды таң жарықпен қарсы алғандарыңа көптеген рахмет, достар. Қош сау болыңдар!